Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздердің назарларыңызға кез келген мерекелік дастарханның көркін ашатын ерекше әрі тойымды салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін тамашалап, менімен бірге болыңыздар. Алдын ала пісіріп алған тауық етін сопақ шағып тураймыз. Менде дәл қазір ғана судан шыққаннан кейін ол формаға келмей тұр, сондықтан 4 бұрышталып турадым. Содан кейін өзіңізге ұнайтын кез келген шұжықтың түрін алып, сопақ шағып турап аламыз. Ендігі кезек ірімшікте, ірімшіктің қатты, яғни езіліп кетпейтін түрін таңдағаныңыз дұрыс. Енді алдын ала пісіріп алған жұмыртқамызды да сопақ шағып турайтын боламыз. Келесі кезекте қиярымызды да дәл солай сопақша пішінде турап алғаннан кейін барлық қоспаның үстіне консервдегі жасыл бұршақты қосатын боламыз. Егер сіз қаласаңыз, бұршақтың жүгеріге алмастырсаңыз болады. Салатымызға шым-шым тұз қосып, жақсылап майонез қосып араластырып аламыз. Содан кейін тарелкамызға ортасына қарай үйіңкіреп салатымызды салатын боламыз. Кейін осы салатымызды видеода көрсетілгендей көлемді чипсылармен безендіретін боламыз. Ең соңында салаттың ашық қалған төбесіне салат жапырағынан роза гүлін жасап қоятын боламыз. Бұл салатқа өте әдемі реңк беріп тұрады. Осымен біздің салатымыз дайын. Достар, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте ерекше салат болып шығады. Видео ұнап жатса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып отырыңыз.